Жұрттың бәрі айтатын ғой, үйің шашылмайды күшті ғой деп. Қыздар, негізінде менің де үйде бала шағам бар. Үйім таңертең осылай шашылып тұрады. Оған шыдап тұратын мен бар ма, жинап аламын. Қыздар, негізінде біз ойлаймыз ғой, еркек кісілер үйге келген кезде үйдің шашылғанына мән бермейді депші. Енді қонақ болса да келеді ғой еркек кісілер. Негізінде әйелдерге қарағанда еркектер қатты мән береді. Мысалы, біздің үйде барлығы жігіттер, олар да мен сияқты тазалықты қатты жақсы көреді. Үйдің алды сәл жиналмаса уже бітті ғой, мен сияқты жынданып кетеді бәрі. Енді ол өтірік емес. Көпшілігіміз ойлаймыз, қойшы құрсын еркек кісілер ғой мән бермейді депті. Сөздің ашығы барлығына мән беретін солар. Біраз әңгіменің басын қайырып тұрып жұмыстарымның барлығын бітіріп алдым. Ана жолы біраз алма терген болатын. Алманың барлығын бітіре алмай барлығы шіріп жатыр екен. Сол үшін осындай күшті компот қайнатайын деп жатырмын. Менде компот алма мен шиеден. Шай ішетін бөлмемдегі осы крем мүлдем ұнамайды. Білмеймін, бар ғой, өзімен өзі билеп тұрады. Майысып дөңгеленіп. Мен жоқта бала шағам гүлдің үстіне шай құйған ғой. Тереземнің алды сатпақ бірдеңе болып жатыр. Пометті салып жақсылап тұрып қырып жуып алдым. Бұндай заттар мен үшін жат бірдеңе. Маған осындай жылтырап тұру керек қой, тап-таза болып ше. Барлық жерімді осылай жуып реттеп алдым. Бүгін менде жұмыс өте көп. Үйдің барлығын жинап қалаға шығу керек. Арасында магазинге барып келдім. Бүгін бізде ауа райы өте тамаша болып тұр. Басыма орамалды тағып, роддомға шықтым. Қайын сіңлім босанған болатын. Басымды жуып үлгермедім, сол үшін орамал тағып алдым.